Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Адам баласы күнделікті барлық істерде және жеке өмірінде сәттілікке ұмтылса, онда ол өзінің әрбір әрекеті мен ниетін бисмилля сөзімен бастауы керек. Егер сіз қандай да бір іс-әрекетіңізді Алланың атымен бастайтын болсаңыз, онда ол Алла тағаланың сізге деген мейірімділігі мен рақымдылығы болып есептелінеді. Себебі бисмилля сөзі тек мұсылмандарға ғана тиесілі сөз. Жер бетіндегі ең алғашқы Адам алейхиссаламның алғашқы сөзі бисмиллах болған. Және де Жәбірейіл алейхиссалам ылғи да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға уахи әкелген кезде алғашқы айтатын сөзі бисмиллахир рахманир рахим болған. Әрбір істің басында бисмиллах айту ол мұстахаб, яғни істесеңіз сауап, істемесеңіз, яғни айтпасаңыз күнәға жатпайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: Алла тағаланың алғаш жаратқаны қалам. Қаламның алғаш жазған нәрсесі бисмиллахир рахманир рахим. Сендер де бірдеңе жазатын кезде басына соны жазыңдар. Ол пайғамбарларға түскен әрбір кітаптың кілті. Жәбірейіл алейхиссалам оны маған әкелгенде 3 рет қайталап былай деген еді: бұл сен үшін және үмметің үшін. Үмметіңе бұйыр, бірде-бір ісінде оны ұмытпасын. Өйткені мен оны атаң Адам алейхиссаламға түсіргенімнен бері бір сәтке де есінен шығарған емеспін. Басқа періштелер де соны қалдырмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Хурайраға былай деген: Уа Абу Хурайра, дәрет алғанда бисмиллах де, өйткені солай десең, хафаза періштелері дәрет алып болғанша саған сауап жазатын болады. Ал Анас ибн Малик радиаллаху анх былай дейді: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген еді: адамдардың киімін шешерде бисмиллахир рахманир рахим деуі жындардың әурет жерлерін көруіне мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар кімде-кім арман мақсатына жету үшін бисмилля шарифті 7 күн 786 рет әрқилы апаттан, ұры-қарыдан, табиғи апаттардан, күтпеген өлімнен қорғану үшін ұйқыға жатар алдында күн сайын 21 рет, дұшпан мен зұлымнан қорғану үшін дұшпаныңның жүзіне қарап 51 рет оқу керек. Ауырған мүшеңе 3 күн қатар 100 рет оқып алақаныңызбен бассаңыз, Алланың рахымымен ауру жеңілдейтін болады. Сонымен қатар хадисте амал дәптерінде 700 бисмиллясы бар адамды Аллаху тағала жаһаннамнан шығарады деген. Бисмиллах жазылған бір қағазды жерден көтерген адам сыдықтар қатарына жазылады, яғни сенімді, шыншыл деген мағынаны білдіреді. Тамақ жегенде, демалғанда және түнде жайттарда шайтаннан қорғану үшін бисмиллах айтыңдар. Су ішерде бисмиллах айт, біткенде альхамдулиллах де және суды 3 жұтыммен ішіңдер делінген. Үйге кірерде бисмиллах айтылса, шайтан бұл үйге кіруіме жол жоқ деп қайтып кетеді. Тіптен қазақ халқының арасында сөздің басы бисмилля, бисмиллясыз іс қылма деген нақыл сөз қалған болса, қазақ ағартушыларының бірі Ыбырай Алтынсарин өзінің өлең жолдарында былай деген: істің болар қайыры, бастасаңыз аллалап. Сондықтан да құрметті менің оқырмандарым, әрбір ісіңіздің өнімді, берекелі, алға жылжуын қаласаңыз, бисмиллахпен бассаңыз және үнемі бисмилля сөзін айтуға әдет қылыңыз. Сіздермен бірге болған жансая каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше, ассалаумалейкум.